Тағы да бір мәселе. Мына қазір аудан әкімі айтып кеткен, жайылымдық жерлерді қайтарып жатырмыз, малы көптерге беріп жатырмыз. Ауылдық жерлерде бәрі падаға шығады, ортақ жайылым. Ана сен бай екенсің, 20-50 жылқың бар екен деп оған определение беруге болмайды ондайды. Сондай шешімнің бірі 2023 жылы аудан әкімінің қаулысымен 358 қаулыменен 20 гектар жайылымдық жер қайтарылады. Сөйтеді оны басқа біреу егіп пайдалана береді. Сонда қалай болған сонда? Сен қалайсың? Біреу қайтарады. Анау не үшін қайтарды? Жайылымдық жер жетпегеннен қайтарды. Халықтың талабымен. Сөйтеді оған басқа біреулер егін егіп жатыр да. Міне осындай заңсыздықтар болып жатыр. Осы мәселе бірінші мәселе. Екінші мәселе. Бізде мынау ауыз су мәселесі жаңа Арман Сәбитұлы айтып кеткен. Оның бәрі дұрыс. Мемлекет тарапынан беріліп жатқан нәрселер беріліп жатыр. Бірақ барлық нәрсе оң нәтижесі болу керек. Біздегі Машат ауылының мектептің директоры кім еді? Ибрагимов деген, Нұршақ деген әйелінің атына оформить етіп қойған жері бар. Онда сотқа да берілген. Оны халық болып күндіз түні бәрінің дәлелдері бар. Апарып не қыламыз? Ұстап береміз, кеседі, сотқа барады, сотта үйтіп шығады. Сөйтеді де сотта. Бізде мына ауылдың чатында көрсеңіз, біреудің қап кеткен 20-70 теңге, 100 теңгесін ойбай салық төлеңдер, айтып сотқа төтейді да. Мынау неше жылдан бері пайдаланып келе жатқан жерді салық комитетіне тіркелмеген. Өткенде облыс әкімі айтқанда барма деген міне, соны алып келдім мен мына қағазын. Салыққа тіркелмейді. Сондай кәсібі архитектордың берген қағазы бойынша ол жерде 8 соттық ба, сонда ғана жері бар. Сондай ма 8 соттық ба? 8 соттық жері бар. Басқа ешнәрсе жоқ. Ал ол жерде сауна, бассейн, бәле-батыр үшін толы адам үзілмейді ана жерде. Көрдіңіз ба? Салықтан жалтару. Кешегі осы биылғы көктемде аудан әкімі ауылға барған кезде ауылдың адамдар көтергенге мен тағы да айттым. Оны ұстайсың, счетчигі бар. Тағы да мема счетчиктен дейді, мен аудан әкіміне айтып едім, рахмет. Ертесіне барып счетчигін реттеп бергендей болды. Сонда оларға заң жоқ па? Мына халық көріп отыр ғой. Сонда президенттің айтқан тапсырмасы болады. Сіздің тапсырмаңыз не болып жатыр? Вот ашынатын нәрсе. Осы ауыз су бойынша бізде мынау кәсіпкер дегендер барлық нәрсені тазалық десе тазалық, көгалдандыру, қай ауылда жақсы нәрсе болса, ауылдың адамдарын әпеп, ауылға кіргізіп жатырмыз. Бірақ бір жағынан кәсіпкерлер, бізде диірмен деген бар. Оның сасығы, ат жалман басып кеткен дәндердің иісі, сондай болып келеді да. Ауылды тазалы деп ауылдан талап қоямыз, бірақ жаңа кәсіпкер барады да, атқоттарын бәрін айнеге апарып тастайды, сасып, адам демалуға болмайды дейді да. Ал енді сондай зардабын біздің ауыл елді мекен сон зардабын көріп отырмыз. Рахатын басқа жаққа. Ана налогын төлемейді жергілікті отқа. Осы нәрсе айтатын. Жақсы, сіз арызыңыз бар ма? Қазір рұқсат беріңізші, мен сізге арыз не қыламын, мен жаза болдық уже жауаптықта. Мына нәрсені айтқан нәрсені сіздің алдыңызға берейін. Өткен нәрседе де бергем, өткен әкім алдында да. Бірақ осы жерде қақ беттіме жауапсыз қалды. Рахмет тыңдағаныңызға. Енді осы бойынша да нақты жауап берсеңіз. Біздер де жауап берсек, рұқсат берсеңіз. Сұрақ қойсақ. Саламатсыз ба, әкім мырза? Бір минут кешірім сұрайын. Жалпы мына көтерген мәселеңіздің бәрін беріңіздер. Түсінікті. Бұл соттың шешімі ғой. Аудан әкімінің облыс прокуроры бәрін жауап тұр. Жақсы. 15-ші беріп деген нәрсе. Жақсы. Аға, бұлай жасайық. Түсінікті. Біз осының бәрін қазір маған бір құжатын бердіңіз ғой, осының тиянақты қылып сұрақты күйінше қағаз жүзінде берсеңіз, мен осыған сізге ресми түрде жауап беремін. Мына айтқан мәселеңіз бәрін зерделеп қарап шығайық. Содан сізге жауап беремін. Келістік па? Жақсы.